Марафонға әркімнің ақ бар таласы. Әртүрлі жастағы оқушы, студент, зейнеткердің басын қосқан шара қатысушыларын біріктіретін бір ұран. Спорт денсаулық кепілі. Осы ұранды ұстанғандар спорт пен қайырымдылықты қолдаушылардың көмегімен жарыс жолына құлшына шықты. Біздің басты мақсатымыз өмірді жақсарту. Марафон жақсы көңіл күй сыйлайды, белсенді өмір салтын насихаттайды. Біздің қызметкерлер, сүйікті клиенттеріміздің көпшілігі қатысып жатыр. Бұл бізге ұнайды. Қайырымдылық марафонына қазақстандықтармен қатар 38 елдің өкілі қатысты. 10-21-42 шақырым қашықтықта сынға түскендер арасында жекелеген спортшылармен қатар ұйымдарда болды. Каспий Экиден командасының капитаны Дастан Қайбалдиев жүгірумен бірнеше жылдан бері айналысады. Марафонға мұқият дайындалған ол, бұл шараның спортпен қатар қайырымдылыққа да көңіл бөлгені маңызды дейді. Мен ерікті болып қатысып отырмын. Өйткені бұл шараның ең маңызды өзекті мәселесі бұл жиналған ақшаның бәрі балаларға барады, балалар үйіне барады. Биылғы марафонға дәстүрлі түрде спортшылармен қатар мыңдаған жанкүйер де келді. Ең айтулы шараның көркін қыздырған олар жарыс жолына шыққандарды қолдап, жеңіске жетуге жігерлендірді. Ерік, ынта, төзім мен қайырымдылық сынды қасиеттердің басын қосқан биылғы марафонда мақсатына жетті. Асқарбек Қазанғап, Әсем Леспек, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.